Түнек тауының сыры. Баяғыда бір елде әркім естігенімен ешкім бара алмаған бір тау болған екен. Оның аты Түнек тауы. Бұл тауға күн түспейді. Айналасын қалың тұман басып тұрады. Ішінде не барын ешкім білмейді. Аңыз бойынша ол жерде бір кезде патшалық болған. Бірақ қатыгез патшаның қарғысына ұшырап, тау түбінде жойылып кеткен. Бұл елде Айсұлтан деген 12 жастағы батыл бала өмір сүріпті. Оның әкесі сонау бала күнінде Түнек тауын зерттемек болып кеткеннен қайтып келмеген. Анасы болса үнемі ол тау құпия мен қауіптің ордасы. Әкеңді де соның ішіндегі қара күш жалмады деп баласын сақтандырып отырады екен. Бірақ Айсұлтанның жүрегінде бір үміт бар еді. Ол әкесін тірі деп сенді. Және бір күні міндетті түрде Түнек тауының сырын ашып, шындықты білемін деп өзіне уәде берген. Күндердің күнінде Айсұлтан анасына ештеңе айтпастан, қолына тек кішкентай қобдишамен әкесінің ескі компасын алып жолға шығады. Ол орман, өзен, шөлейт жерлерден өтеді. Қанша шаршаса да көңілі тоқ, тауда не жатқанын білу керек. Бірінші түні ол тастың түбінде қонып, түсінде әкесін көреді. Әкесі оған: «Батыр бол, балам. Тек ақ жүрекпен, адал ниетпен кірсең ғана тау сені қабылдайды» дейді. Қолына жалт-жұлт еткен кішкентай тасты ұстатады. Оянса, расында алақанында сол тас жатыр. Айсұлтан таң қалады, бірақ одан сайын қайраттанады. Бұл таудың өзі сынап жатыр деп түсінеді. Тауға жеткенде алдыңнан қалың тұман қарсы алады. Не алдың көрінбейді, не артың. Бірақ сол тасты жүрегінің тұсына қойғанда, тұман арасынан жарқырап бір жол көрінеді. Айсұлтан сол жолмен жүре бастайды. Тау ішіне кірген сайын айнала өзгере береді. Бір кезде жер сілкініп, алдына алып бір жылан шыға келеді. Оның көзі оттай жанады. «Сен кімсің? Бұл жерге аяқ басқан адам тірі қайтпаған» дейді жылан. Айсұлтан тайсалмай: «Мен әкемді іздеп келдім. Ал адал жүректің қорқынышы болмайды» дейді. Жылан таңырқап, көзін жұмып бірдеңе ойлайды да тасқа айналып жол береді. Бұл да сынақ еді. Айсұлтан ары қарай жүреді. Бір үңгірге жеткенде іші қараңғы. Тек жүрегінің тұсында тұрған тас жарық беріп тұр. Үңгір ішінде уақыт тоқтаған. Ағаштар қозғалмайды. Су ақпайды. Үнсіздік билеген. Сол үңгірдің түбінен тасқа айналған адамдарды көреді. Бірінің көзі ашық, бірі тастай қатып қалған. Олардың ортасында әкесі бар. «Әке!» деп жүгіріп барады. Бірақ әкесі үнсіз. Тек бір тас тақтайшада жазу бар: «Тек таза жүрек, таза ниет бұл қарғысты бұза алады. Қорқынышы жоқ ұрпақ келсе, бәрі қайта оянады». Айсұлтан көзін жұмып, жүректегі тасты әкесінің жүрегіне апарады. Сол сәтте жарық жайнап, үңгір ішін нұр кернейді. Барлық тас адам қайта тіріліп, үңгір оянады. Әкесі: «Батыр балам, сен мені ғана емес, бүтін елді құтқардың» деп баласын құшағына алады. Сөйтсе, бұл тау баяғыда қарғысқа ұшыраған даналар елі болған екен.
Патша ашкөзденіп, тек билік қуып, еліне зиян әкелгенде, бір дана қария оны тау ішіне көміп, бәрін қатырып тастаған екен. Бірақ бір күні елге шын көңілмен көмекке келетін таза жүректі ұрпақ туса, ел қайта оянады деген аңыз бар екен. Айсұлтан сол аңызды шындыққа айналдырған таң қалған бала екен. Содан бері Түнек тауы Нұрлы тау деп аталады. Ал Айсұлтан елдің ең жас ақылдысы атанып, әкесімен бірге елге қызмет етіпті. Ал сен жүрегіңді тыңдасаң, қандай тылсым сырлар ашылатынын кім білсін?